Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге осындай керемет қатпарлы самса жасап ұсынып отырмын. Салмасы еттен жасалған. Достар, егер де менің рецепттерім сіздерге ұнап жатса, каналға тіркеліп, коммент жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Самсаның қамырын илеу үшін керек заттар: су, 200 грамм уксус, тұз, майонез керек, және електен өткізілген ұн керек. Тұзымызды салып аламыз. 5 мг тұз, 200 грамм суды құйдым, 2 столовый ложка майонез салам, 1 чайный ложка уксус құям. Уксус менде самсаның қытырлақ болу үшін, қамырының тестасының сол үшін керек, сол үшін құям. Жақсылап араластырып, алдын ала електен өткізілген ұнымызды саламыз. Бірінші қасықтың көмегімен араластырып, қамыр қатты болып та қалмау керек, жұмсақ болмау керек, средний болу керек. Осындай. Қамырымыз 30 минут тұрғаннан кейін қамырдың үйі қанып, оны екіге бөліп аламыз. Сөйтіп жаямыз. Жұқаға жайып, 1 келі қылып майымыз жағамыз. Алдын ала бөлме температурасында тұрған майды осылай 1 келі қылып қамырымызға жайып шығамыз. Сармай шықса өте дәмді болады, маргаринде болады, бірақ майымыз жап болғаннан кейін қамырымызды өстіп ораймыз. Орап болғаннан кейін осылай айналдырып холодильникке 3-4 сағатқа салып қоямыз. Пияз турап алдым, ет, 2 бас пияз. Етімді қуырып аламын аздаған майға. Қуырылған етке тұз, дәміне қарай бұрыш салам, пияз салам. Оны да шамалы қуырғаннан кейін қамырымызды өстіп жайып алғаннан кейін еттен қуырылып алынған салмамды салып, самсаны бүгетін боламыз. Етке пияз қосып, алдын ала қуырып алам шамалы. Өстіп екі шетін басам да, қолмен сосын ішке қарай саусақтың көмегімен айналдырып бүгіп, жартылай ай тәрізді сығып бүгеміз. Екіншінде солай көрсетем, осылай ішке қарай саусағымен қайырып отырып бүгеміз. Шыққан бұрын ішке қарай қайырамыз. Осындай форма болады. Бүгіп алған самсаларымызды табамызға саламыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, аздап мак себем. 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Міне самсамыз пісті, қап-қызыл әдемі болып, енді оны ыдысымызға тәрелкемізге салып алып, шайымызға қоя берсек болады. Неге көріңіздер, өте әдемі, дәмді, қатпарлы самса. Достар, кеңес берем, жасап көріңіздер. Өте дәмді шығатын, жақсы рецепт.